Senin dostlar Süleyman Beri'ye Ayan Kizet. Bugün sıra cevap oynayıp bolamız. Size videoga başlamak için like'ınızı basıp size rahmet. Жама подписчики етіңізге көп видео шықпай кетті, бір жұмыста болып кетті. Ал біз көп созбай видеомызды бастайық. Ал кеттік. 1945 жылы солтүстік Кореяның екі қаласының атом бомбасы тасталды. Оған енді қате жауап. 1900 Жапония екі қаласына атом бомбасын тастады. Бір ұтылып қалдық. Солтүстік Америкада ешкім отаны болмаған континент. Қате жауап. Солтүстік Америкада отаны болды. Біріккен ұлттар ұйымы бірінші дүниежүзілік соғыстан соң құрылды. Мен білем. Ең көп алмас оңтүстік Америка өндіріледі. Тері ауруын зерттейтін дәрігер жоқ. Ең жаңбырлы қала қате жауап. Раншылардың ең сирек кездесетін түрі жоқ. Қате жауап. Францияда, Америкада жаулаған Италияға берген жоқ. Жоқ деймін. Судың тығыздығы сұйық күйінде артығы, сондықтан бұл суға батпайды. Оған не дейміз? Yes. Әлемдегі ең үлкен тау мұзды робот. Жоқ. Қате жауап. Барлық сұрақтарға 20, дұрыс жауаптар 6. Ал жарнама. Әлемдегі ең тез жүгіретін өлеңі Болт ақш тұрғыны. Жоқ. Дұрыс жауап. Лос-Анджелес көлік саны өте аз. Қате жауап. Айдың тұтылуы мүмкін емес. Еді? Қалай ұтасың аны? Жауап берсін. Адамдар орта есеппен ғұмырының 2 аптасында тіс тазалауға жұмсайды. Мафия ойынын америкалықтар ойлап тапқан. Жоқ. Ең ірі жолбарысы. Дұрыс жауап. Біз үшеуін топтадық. Әлемдегі ең терең көл балқаш. Қате жауап. Теннис ойыны Америкадан пайда болған. Жоқ. Сен білем. 8-дің ішінде 4-ін таптық. Жердің тіршілік үшін маңызы зор қабат. Қате жауап. Пеканына көркем үшін салынған мүсіндер. Yes.
Біле. Мүктердің тамыры өте кішкентай. Келді? Жылаймын. Тұңғыш ғалым тек ең санын айтады. Жоқ. Дұрыс жауап. Yes. Детский Чан кинодағы корреляция 12 жастан басталды. Қате жауап. Уже бізде 5 минут өтіп кетті. Регги музыкалық жанры Ямайкада пайда болған. Жоқ. Қате жауап. Ой-бай-ай, мынау не? Ол тесінегі бала кезіндегі бір жаспалақтың әбден сілікпесін шығарып, содан бері жануарларды мультиктерде түрлі әуеліне келеді екен. Жоқ. Қате жауап. Ер адамдардың шашы қыздардікіндей баяу өседі. Менің ойымша? Иә. Қате жауап. Блин. Тәуелсіз аймақ деп, бірақ тәуелсіз елдер қатарына тіркелмеген елдер жоқ. Қате жауап. 17-ның 5-ін жауап бердік. Әр елдің әнұраны тек бір тілде болады. Жоқ. Дұрыс жауап. Қатын сақынын тек қатты аязда аяқпен басу арқылы естуге болады. Не ұрылсана ғаны жүйі? Польша корлы Антуне 350 баласы болған. Жоқ. Блин, жынланды мен жүйі. Барлық сұрақтар 20 қайта. Сенкет жағаспа. Футболда аут сөзі допсы сартқа шығып кетті дегенді білдіреді. Адамның барлық мүшесінде қан жүреді. Ой, кібісе жылы әр 6 жыл сайын болады. Қате жауабын. Күзбен салыстырғанда көктемде тыныс алу илігі 3-тен 1 есе ширек. Yes! Қыр конвенциясы қабылданғаннан кейін көптеген өзгерістер жасалды. Мысаллар көбінде қаралау келгендерді көп шығады. Жоқ. Дұрыс жауап. Yes. Ересек адамның миының салмағы. Дұрыс жауап. Yes. Африкада тынық мұхитымен шектеспейді. Қате жауап. Қазақстанда Атырауда бірінші рет мұнай алынған. Ой,
волейболда әр командада 8 ойыншы болады. Жоқ. Дұрыс жауап 5. 6 адам болады. Адамзат тарихындағы ең үлкен алмас қара приоритет деп аталады. Дұрыс жауап 11-дің 6-ын жауап бердік. ақш президентінің Нью-Йорк мэрі болып табылды. Қате жауап. Жынаның өзі. Бастерлеу полициясын тек 20 ғасырда ойлап тапты. Қате жауап. Пенсияда 1928 жылы Александр ашқан. Дұрыс жауап. Құмырсқа жегіштер құмырсқамен емес термиттермен қоректенеді. Қалайды. Дұрыс жауап 5. Адамның көз жасын сататын магазин Франция орналасқан. Жоқ та. Дұрыс жауап. Адам денесінде 250 триллион қанат тамыр бар. Интернет желісі әлемдік компьютерлер инфраструктураның маңыздысы бөлшегі. Мариан шығымасына темір шар 6 сағатынан аса уақытта бастады. Жоқ. Біз уже 19-ның ішінен 12-ші жауап еді. Әлемдегі ең қауіпті ел Кариб аралы. Жоқ. Қате жауап. Ал соңғысы емес. Алдай осыны аяқтайық. Ал сіздермен бірге оған аян кездет. Сіздерге қызықты болған сияқты ойлаймын. 12 минут өтіп кеткен. Ал сіздер аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер, шәрлеріңізді әкеліңіздер. Давай, лайктар басып кетіңіздер. Ал чао. Ал сіздер лайктарыңызды бассаңыздар, Каспиға нөмірлерін жазыңыздар. 10 теңге жіберем. Свежий.